Саламатсыздар оқушылар. Біз 8-ші класс 5-30 есептің шығару жолдарын қарастырамыз қазір. Мынарада теңсіздіктер жүйесінің шешімдері және шешімдердің саны үстінде көрсетіңдер деген. Мынарада біз x-терді теңсіздіктің сол жағына жинаймыз дағы, ал натурал сандарды оң жағына жинап, теңсіздікті шешіп, одан кейін сан аралықтарын белгілеп шешімдерін табамыз. Қазір біріншісін шығаратын болсақ, бірінші осы жерге шығарамыз. Мына жерде сразу біріншінде 17x-тан 17x минус x-ті минус x-ға өткізіп жібереміз дағы, үлкен минус 4 плюс 2 болады. Мына минус 2, мына плюс 2 болып өтеді. Одан кейін бар мына минус 9x кіші емес қой. Минус 9x минус x мына жаққа плюс x болып өтеді. Кіші мына бір өзгенше қалады, минус 3 болып өтеді. 3, мына 3. Ары қарай бізде 17x-тан x азайтсақ 16x қалады. Үлкен минус 4 пен плюс 2-ден минус 2 қалады. Минус 9x пен x-тан минус 8x қалады. Кіші минус 2-ден. Одан бізден x-ің коэффициентіне бөлетін болсақ, 2-ні минус 16-ға бөлетін болсақ, біз минус 8-ден 1 шығады бізде. Ал мына жақта x-ің мына жердегі x-ның коэффициентіне байланысты таңбасы өзгеретін болса, теңсіздік таңбасы өзгереді бізде. Үлкен болады. 2-ні 8-ге бөлсек қысқарып кетеді, 4-тен 1 шығады бізде. Енді сан аралықтарында белгілейтін болсақ, мынарада қатаң теңсіздік, сондықтан іштері боялмайтын болады. Томалақтан кезде боялған сияқты көрініп қалуы мүмкін. Мынарада 4-тен 1 тұрады бізде, өйткені ол оң сан. Теріс санды сол жағына белгілейміз, минус 8-ден 1. Енді мына жерде бізде минус 8-ден 1-ден үлкен сандар дейді, яғни былай қарай кетеді. Былай етін болсақ, осы қарай плюс x-ке дейін кете береді. Және 4-тен 1-ден үлкен сандар. Ол да плюс x-ке дейін кете береді. Енді асты да үсті де боялған жақ, мына жақта, яғни 4-тен 1-ден плюс x-ке дейін. Демек жауабы бізде қабылдайтын мәндер ол 4-тен 1-ден плюс x-ке дейін болады. Ары қарай кеттік. Екіншісін шығаратын болсақ, бізде минус 6x минус x болады. Кіші немесе тең 4, мынау 25 минус 25 болып өтеді. Мына жақта 3x қалады. Минус 4x минус 4x болып өтеді. Екіншісіне мына жақта көріп тұрған шығарсыңдар, 4x-ға минус 4x болып өтеді. Сөйтіп, мына 1, минус 7 болып өтеді. Сонда бізде минус 6x, x пен минус 6x пен таңбалар бірдей болатын 7x болады. Кіші немесе тең, минус 21. Таңбасы үлкен, сондықтан анау модуль үлкен, сондықтан 25-тен 4-ті азайтамыз. Мынарада минус 4-тің модуль үлкен, сондықтан 3-тен азайтамыз, минус x қалып бұл жерде. Үлкен, 7-тен 1 азайтсақ, минус 6-7 шығады екен. Осыдан бізден мына жердегі қазір минус 21 минус 7-ге бөлгендіктен оң сан плюс 3 шығып кетейін деп тұр, сондықтан теңсіздік таңбасы өзгереді бізде. Сонда бізде болады x үлкен немесе тең 3-тен. Және мына жерде де таңба өзгереді. Екеуі де теріс болып тұрғандықтан минус 1 бар ғой.
Сондықтан плюс 6,7 шығады дағы кіші 6,7-тен. 3-тен үлкен 6,7-тен кіші сан аралықтарын белгілейтін болсақ, сан аралықтарынан так, 3-тен үлкен 3-ті мына жаққа белгілейміз. Іші боялады, бұны ішін бояп тастаймыз. 6,7, ішін боямайды, томақтап қоямыз. 6,7. 6,7-тен кіші жақ, яғни мына жақты бояймыз. Сосын кейін 3-тен үлкен. 3-тен үлкен жақ болса, мына жақ. Асын бояп қоямыз. Мына жақ плюс шексіздік, минус шексіздік. Енді мына осы екі ортада 3 пен 6,7-ның ортасында бізде сол жерде қиылыс бірігіп тұр. Бірігуі,ошым, біз бірігуін жазуымыз керек, сондықтан бұның жауабы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады жауабы. Барлық сәндер қалды, барлық мәндер қалды. Минус шексіздіктен плюс шексіздіктен. Жауабы осылай. Содан кейін біз арада үшіншісін көрсетіп өтейміз. Үшіншісінде бізде 2x-тен плюс x болып өтеді. Үлкен немесе тең 4-тен плюс 5 болып өтеді. Мына жақта минус 3x, мына x минус x болып өтеді. Кіші 12 минус 7 болып өтеді. Одан ары қарай бізде 3x үлкен немесе тең 9-дан болады. Мына жақта минус 4x кіші 12-ден 7 өтсе 5 болады. Ары қарай бізде 3x 9-ды 3-ке бөлсек, x-іміз үлкен немесе тең таңба өзгермейді. Мынаның таңбасы өзгеріп жатқан жоқ. Мына жақ 0,8 шығады, таңбасы өзгеріп кетеді, сонда x үлкен минус 0,8. 4-ті 5-ке бөлсек, жоқ, қате. 5-ті 4-ке бөлеміз ғой. Минус 4-тен 5 тең минус 4-тен минус 1,4-тен 1 шығады. Енді сан аралықтарына белгілейтін болсақ, мына 3-тен үлкен 3-ті мына жағына белгілейміз. Ішін бояп тастаймыз. 3-тен үлкен сандар. Және минус 1,5 боялмайды, қатаң теңсіздік. Минус 1,4-тен 1 ден үлкен сандар дейді. Біз қиылысын емес, бірігуін аламыз. Бірігуі дегеніміз демек минус шексіздік, мына жақ плюс шексіздік. Осы жерден және минус 1,4-тен 1-ден жай жақша минус 1,4-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Немесе 4-тен 1-ді ондық бөлшекпен жазып қойсаңдар да болады. Мына жерде 4-ті 25-ке көбейтіп минус 1,100-ден 25-тен плюс шексіздікке дейін деп жазып қойсақ, ответ осылай болады. Мына осы 3 есебі, қазір қалған 3 есебін келесі видеода салатын болады.